Егер сіз техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына, яғни колледжге оқуға түскіңіз келсе, оған қажетті құжаттармен egov.kz сайтынан таныс болыңыз. Ең алдымен порталға өтіп, оң жақ жоғарыдағы кіру деген жерге басамыз. Егер сіз электрондық цифрлы қолтаңба арқылы кіргелі отырған болсаңыз, ECQ деген батырманы басып, сертификат таңдаймыз. ECQ сертификатын таңдап, пароль енгізген соң, порталға кіргендігіңізді оң жақ жоғарыда көрінетін өз аты жөніңізден білесіз. Сізге керекті құжат білім саласына қатысты болғандықтан, қызмет түрлерінің ішіндегі білім деген батырманы таңдаймыз. Оның ішінде колледждер деген батырмаға барамыз. Осы жерде көрсетілетін қызметтердің ішінде техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау деген жерді басамыз. Сол жерде бірінші техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау деген қатарды бассақ, бізге қажетті құжаттардың, яғни қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады, қажетті құжаттардың барлығы осы жерде көрсетілген.